Тоқаевтың айтқанын естіп сіздер де таңғалып жатсыздар ма? Яғни Тоқаев құрылтай кезінде президенттің мерзімнен бұрын орнынан кетуі және кезектен тыс сайлау туралы айтты. Алдымен Тоқаевтың не айтқанын оқып берейін сіздерге, содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. Кәсіби заңгерлер ата заңның мәтініне қатысты пікірлерін білдірді. Олар Конституциямыздың кейбір тұстарын нақтылай түсу қажеттігіне назар аударды. Атап айтқанда, мемлекет басшысын сайлау мәселесі бойынша маңызды ұсыныс бар. Қазіргі ата заңға сәйкес, президент өз міндетін атқара алмайтындай оқыс жағдай туындаса, оның өкілеттігі қалған мерзімге Сенат төрағасына беріледі. Сенат төрағасының мемлекетті басқаруға мүмкіндігі болмаса, президент өкілеттігі белгіленген тәртіпке сәйкес тиісті лауазым иелеріне өтеді. Бұл ретте мәселенің бәрі қалған мерзімге деген сөзге келіп тіреледі. Осы мәселені ерекше атап өткен жөн. Басқаша айтсақ, қалған мерзім 6 айға да 6 жылға да созылуы мүмкін. Сондықтан мемлекет басшысы мерзімнен бұрын қызметтен кетсе, 2 айдың ішінде кезектен тыс президент сайлау өтеді деген норма негізгі заңда нақты белгіленуі қажет деген болатын. Яғни түсінікті тілмен айтатын болсақ, егер президент қандай да бір жағдай болып, президентке ол орнынан кететін болса, немесе президенттік билікті атқара алмайтындай жағдай болатын болса, онда 2 айдың ішінде кезектен тыс президент сайлауы өту керек, және осыған сәйкес Қазақстан өзінің келесі президентін сайлап алады деген әңгіме ғой енді. Тоқаевтың бұл сөзді айтуы тегіннен тегін емес деп ойлаймын, себебі қазіргі кезде Конституцияға жасалатын өзгерістер, былайша айтқанда билікте неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейін де Конституцияның өзгергенін білесіздер. Ал енді мынадай мәлімдеме жасалып отыр құрылтай кезінде. Өздеріңіз білетіндей, Тоқаев парламентті құрылтай деп атауға байланысты, сонымен қатар мына депутаттардың санына байланысты мәлімдеме жасаған болатын. Ал енді президент мерзімінен бұрын кететін болса орнынан, онда 2 айдың ішінде кезектен тыс президент сайлау өтеді де, апыр-топыр шығып сайлау өткізіп, жаңа президент билік басына келеді. Бұны Тоқаев не үшін айтты деп ойлайсыздар? Сонда Қазақстанда алдағы уақыттары тағы сайлау бола ма? Әлде бұл биліктің алдын ала жасап отырған кейбір болжамдарына қатысты мәселе ма? Қалай ойлайсыздар? Тоқаев 2029 жыл Тоқаевтың президенттік билік мерзімі аяқталады. Қазақстан өзінің келесі президентін сайлауға мүмкіндік алады. Сонда биліктің не ойлағаны бар? Бұның сайлауға, алдағы уақыттағы сайлауға қатысы бар ма? Әлде сайлаудан бұрын қандай да бір саяси өзгеріс болуы мүмкін ба?